Сәлеметсіздер ма? Қашықтықтан оқыту жағдайында білім сапасын арттыру үшін сабақты қалай ұйымдастыру керек? Физика пәнінің мұғалімі Тоқтарбек Сандуғаш Есілбекқызы. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру бойынша ұсынымдар. Қазір өзім сабақ барысында қолданып жүрген кейбір қосымшаларға тоқталайын. Егер сізде дайын презентация болса, осы презентацияның көмегімен қалай видео сабақ жасауға болады? Ең алдымен телефоныңызға X-Recorder қосымшасын жүктеп алыңыз. Қосымшаны жүктегеннен кейін үшінші суреттегі де сізде дөңгелекшелер пайда болады. Егер сіз өзіңіздің презентацияңызға аудиозапис жазғыңыз келсе, онда бірінші дөңгелекшені басасыз. Ал егер аудиозаписпен қоса видеозаписті жазғыңыз келсе, онда кілт тұрған дөңгелекшені басып, және камера функциясын таңдайтын болсаңыз, сізде презентацияңызға аудиозаписпен қоса видеозаписте жазылатын болады. Microsoft PowerPoint программасымен қалай видео жасаймыз? Ең алдымен өзіңіздің дайын презентацияңызды ашып аласыз. Файл, экспорт батырмасын басып, создать видео. Екінші батырмасын таңдай отырып, начать запись батырмасын басамыз. Начать запись батырмасын басқаннан кейін бізде презентациямызға аудиозапись жүргізіле бастайды. Яғни сіз өзіңіздің слайдыңызда презентацияңызға аудиозапись жазып бастайсыз. Толықтай түсіндіріп біткеннен кейін создать видео батырмасын басу арқылы өзіңізге керек папкаға сақтап аласыз. Бұл жерде біздің презентациямыз видео форматта сақталады. Telegram мессенджері арқылы қалай қарапайым тест құрастыруға болады? Ең алдымен создать опрос батырмасын басу арқылы өзіңіздің сұрағыңызды жазасыз. Бұл жерде кем дегенде 7 жауапқа дейін өз варианттарыңызды ұсына аласыздар. Өзіңіздің варианттарыңызды ұсынғаннан кейін дұрыс жауабын өзіңіз белгілеп аласыз. Осылай оқушыларға жібере аласыздар. Назарларыңызға рахмет.